Қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша істі агенттіктің Қарағанды облысы бойынша департаменті тергеп жатыр. Тергеу барысында анықталғандай, Қарағанды облысының тұрғыны бұрын қаржы пирамидасы арқылы халықтан ақша жинаған үшін сотталған. Ол жеке тұлғалардан 50%-дан 300%-ға дейінгі мөлшердегі төлемдерді уәде ете отырып, бір күннен 3 күнге дейінгі мерзімге 50 мыңнан 300 мың теңгеге дейін көлемінде қаражат тарту арқылы WhatsApp және Telegram мессенджерлерінде чат құрған. Ақша банктік қосымша арқылы аударылған. Күдікті ұсталып, оған қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алдын ала тергеулер «Өзіміз ғой арай» деп аталатын чатында 100-ден астам қатысушыны анықтады. Қазіргі уақытта люкс чат, чек чат люкс 100%, вклад чат 50% деп аталатын чаттардың салымшыларын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қылмыстық процесті кодекстің 201 бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды. Құрметті азаматтар, сіздерді қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз.